Автокөліктің радиаторын қалай жуу керек және радиатор өздігінен тазалау. Көлік радиаторы қозғалыс кезінде қозғалтқышты салқын ұстайды. Ол тордың астында орналасқан және жолдың ластануы мен шаңы оған үнемі түседі. Радиаторды кір мен шаңнан әр 20 000 км сайын жуыңыз. 2 жылда бір рет қақ пен тоттан толық сыртқы және ішкі тазалауды жүргізіңіз. Радиаторды толық тазалау реті келесідей. Біз қозғалтқышты өшіреміз және жүйенің толық суығанын күтеміз. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде антифриз қызады және қысымда болады, сондықтан қозғалтқыштың толық суығанын көз жеткізу керек. Автокөліктің капотын көтеріп, мықтап бекітіңіз. Радиатордың толтырғыш тығынын бұрап алыңыз. Түбінің астына құйылып жатқан антифриз немесе сұйықтатылған антифриз көлеміне тең шағын ыдыс қойыңыз. Жоғары радиатор қақпағын тексеріңіз. Ол өз орнында мықтап тұруы және қысымға берілмеу керек. Қақпақтың ішінде ішкі қысымды ұстап тұратын серіппе бар. Қақпақ бос болса, оны ауыстыру керек. Сонымен қатар радиатордың жағдайын тексеріп, құбырлар жоғары және төменгі. Оларда антифризге жол бермеу керек. Су төгетін вентильді бұрап, барлық сұйықтықты ағызып жіберіңіз. Егер антифризде тот пен кір болмаса, жуу қажет емес. Толық тазалау қажет екенін көрсеңіз, радиатордың ішін де сыртын да тазалау керек. Сыртта қысым мен шлангтан су құйып, жұмсақ щеткамен сабынды сумен ақырын сүрту жеткілікті. Радиатордың бал ұялары өте нәзік, сондықтан оны асыра пайдаланбаңыз. Радиаторды толығымен алып тастауға болады. Ол үшін құбырларды ажыратып, оны бекіткіштерден алыңыз. Ішкі тазалау. Ішіне шлангпен таза су құйып, оны төгіп тастаңыз. Бұл әрекетті су толығымен таза болғанша қайталаңыз. Ішінде көп кір жиналса, радиатор тазалау үшін арнайы автохимиялық агентті пайдаланыңыз. Оны дұрыс сұйылтыңыз және толтырыңыз. Сұйықтық бүкіл жүйені жақсы тазартатындай қозғалтқышты 15-20 минутқа қосыңыз. Содан кейін қозғалтқыш жұмыс істеп тұр. Автомобильдің барлық салқындату жүйесін мұқият босатыңыз. Антифризді немесе сұйытылған антифризді толтырыңыз, тек өндірушінің ұсынылған түрін таңдаңыз, өйткені әртүрлі қоспалар коррозияға әкелуі мүмкін. Жүйеде ауа кептелістері пайда болуы мүмкін. Оларды қозғалтқышты ашаны ашық күйде іске қосу арқылы сорып алуға болады. Қозғалтқыш шамамен 20 минут жұмыс істеу керек. Қыздырғышты толық қуатта қосыңыз. Тығындар жоғалады және көбірек орын болады. Антифриз. Кеңейту цистернасына антифризді қосыңыз, сонда ол минимум және максимум белгілерінің арасында болады. Барлық қалдықтарды тастаңыз.